Ертең анашымның туған күні. Аянға айтайын, жұмыстарды реттеп барып қайтайық. Анашым қуанып қалар. Ертең анашымның туған күні. Жұмыстарды реттеп барып қайтайықшы, өтініш. Қойшы, сен кеткен қызсың ғой. Ағаң мен інің бар, құттықтайды. Не бар, тыныш отыршы үйде. Мен ағам мен інімінің орны бөлек қой. Біраз болды бармағаныма. Анашым қуанып қалушы еді. Иә? Алло? Кешегі үшін кешірім сұраймын. Бастығыма айтып едім, рұқсат берді. Киініп дайын тұр. Барып қайтайық. Анашым, үйдесіз ба? Біз бара жатырмыз. Қызым, менің келгендеріңе қатты қуанып алдым. Сенің бақытты жүзіңді көру мен үшін үлкен бақыт. Күйеу балама үлкен рахмет. Рахмет мені қолдағаныңа, алып келгеніңе. Оқасы жоқ. Отбасымызды бақытқа толтырайық. Әрқашан сені қолдаймын. Рахмет, күтпеп едім. Отбасы сыйластық пен тыныштық, махаббат, бірлік орнаған орта, кішкентай отан. Сыйласып, түсінісіп өмір сүрейік.